Армысыздар, құрметті өрелі өнегелі қауым. Бүгін сіздермен қауышып отырмыз. Бүгінгі өткізетін ақпараттық сағатымыздың тақырыбы қазақта абайдара абайдана. Өлең сөздің патшасы сөз сырасы, қиыннан қиыстырар ер данасы деп қазақтың дана құлама кемеңгер ойшыл ғалымы Абай атамыз жырлап кеткен. Асықпай жүріп алықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейді Абай атамыз. Абай атамыздың шығармашылығы, өмірі жайында көптеген ақпараттар беріліп жатыр. Біз бүгінде Абай атамыздың айтқан өлеңіндегі әр сөздің қасиет, мағыналы өсиеті жайында тоқталмақпыз. Абай атамыз айтады, ішінде кімнің от болса, қар жауса да сөнбейді дейді. Жаңағы адамдардың жүрегіндегі жалынды, дарынды бағалап, оны тек қара бастың ғана емес, қара сөздерінде айтқандай, ұлттың игілігінің, ел мүддесіне жұмсаса, сонда ғана адам толығымен нағыз адам бола алады дейді. Абай атамыз өзінің ақындығымен қоса айналасында көптеген шәкірттер тәрбиелеген. Сол шәкірттерінің бірі Абай атамызбен терезесі тең тұратын, тіпті әлем ғұламалары, әлем ойшылдары басын иген қазақтың шәкәрім қажысы, бес арысының біреуі. Сол шәкәрімнің өзі де жаңағы адалдықпен, адамдықпен, адалдықты ту етіп, жаңағы ұрпаққа, мұраға, сан ғасырға өлмейтін өнегелі өмірін арнаса керек. Бүгінгі сіздермен ақпараттық сағатымызда тек қана құр сөзбен айтып қоймай, сіздерге сол Абай атамыздың өлеңдерінен де ұсынайық деп отырмыз. Сол өлеңді ұсыну үшін осы Еркіншілік ауылдық мәдениет үйінің жас қалам ақындар мектебінің белгілі ақыны, облысты осы Ерейментау ауданының намысын қорғап жүрген, жақында республикада өтіп жатқан Асылтас қоры ұйымдастырып жатқан 100 өлең сайысының финалисті Жолдымұрат Жаңылжанқызын алдырып отырмыз. Абай атамыздың бір-екі өлеңін оқып берсе, сосын мағынасына тоқталып өтеміз. Өлең сөздің патшасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, тептегі жұмыр келсін айналысы. Бөтен сөзбен болғанса ел арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбін адам, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят хадис сөздің басы, қосарлы бәйт мысал келді арасы. Қисыны мен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбармен ұнауласы. Мешіттің құтбы оқыған ғұламасы, нәжат уәлилердің сарналасы. Бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әрбірі келгенінше өз шамасы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айтар екен сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерді сөз қылыпты жоқтан қармап. Қобыз бен домбыраны алып топта сарнап, мақта өлең айтыпты әркімге арнап. Әр елден өлеңменен қайыр тілеп, кетірген сөз қадірін жұртты шарлап. Қайдабай мақтан шаққа барған таңдап, жисада бай болмапты қанша малдап. Қазаққа өлең деген бір қадірсіз, бұлжырақ көрінеді солардаңдақ. Батырды айтсам ел шауып алған талап, қызды айтсам қызықты айтсам қыздырмалап. Әншейін күн өткізбек әңгімеге, тыңдар едің әр сөзін мыңға балап. Ынсап ұят, ар намыс сабыр талап, бұларды керек қылмас ешкім қалап. Терең ой, терең ғылым іздемейді, өтірік пен өсекті жүндей сабап. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барда ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді тіл орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасырық басталап тұғар, көңілінің көз ашық сергек үшін. Түзугел қисық қыңыр қырын келмей, сыртын танып іс бітпес сырын көрмей. Шу дегенде құлағың тосаңсиды, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Таңғаламын алдыңға айтқан дұқпай, жән айта бер дейді жұртының бермей. Сөз айттым әзірет әлі айдаһарсыз, мұнда жоқ алтын иек сарала қыз. Кәрілікті жамандап өлім тілеп болсын деген, жерім жоқ жігіт арсыз. Әсіресе қызыл емес деп жеренбеңіз, түбі терең сөз артық бір байқарсыз. Батырдан барым ташы туардан ғой, қысшылда қызықшылда әурешан ғой. Арсыз малсыз ақылсыз шаруасыз, елірмелі маскүнем байқалған ғой. 5-6 мыйсыз бәңгі, күлсемәз боп, келдағы қызыл тілді, кел тілді ал қой. Өлеңі бар өнерлі інімсізге, жалынамын мұндай сөз айтпа бізге. Өзге түгіл өзіңе пайдасы жоқ, есіл өнер қор болып кетер дүзге. Сән қойдан қой ойнашы керім кербез, қанша қызық болады өзіңізге. Бәрекелді. Бұл Абай атамыздың екі өлеңінде де жастардың өміршекке қазақта сөз қадірің, өз қадірің дегенді білдіреді. Біздің қазақта сөз бар, жүйелі сөзге адам түгіл атамның өзі шөгеді дейді, түйен шөгіреді дейді. Сондықтан қазақтың осы сөзінің қадір қасиетін кетірмей, орынсыз жерге қолданбай, толығымен нақты ел үшін, ұлт үшін
жаңеге қолдануға шақырады. Сонымен қатар жастарды бекере қарап жатпай, білімге, ғылымға, өнерге талпынуға шақырады. Әр елде дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дегендей, бұрынғы әркімнің өзіне икемдеп айтқан ескі мақалдарды Абай атамыз бір кісідей сынап өтеді. Абай атамыз негізінде жазба әдебиеттің негізін қалап, шығыстың ойшылдарынан өзі сусындап, керемет талғамды, мәңгілік өзі қазақтың қара түнде адастырмас темір қазындай жарқырап тұрған бір шоқ жұлдызымыз. Сол Абай атамыздың айналасындағы жаңағы ақындар, Шәкәрім, тағы басқа ақындар керемет өнегелі мұра қалдырып, осы күнде де Семейдің ақындардың мәртебесі қай-қашанда биік тұратыны белгілі. Қазақта сөз бар ғой, шөп шыққан жеріне өседі дейді. Сондықтан Шыңғыстаудың шыңындай болып көрінген Абай атамыздың өлеңін мұра қылып, тек қана ауыздан жаттап айтпай, оны жүрекке жеткізу керек. Жүректен шыққан сөз білімдіге болсын кез деп айтады ғой өз өлеңдерінде де, жаңағы Шәкәрім өлеңдерінен де. Сол жаңағы әр нәрсені жүрекпен қабылда дейді. Мысалы, көңілге қонбай албат іс қылма дейді. Сондықтан Абай айтқан жаңағы ақылың жетпесе арман емес деп. Арманның өзін қиялымен емес, тек арманның өзіне де ақылың жету керек екен. Жаңағы талабыңмен, еңбегіңмен күш қайратың баралмай ма сол жайында. Одан кейін Абай атамыз қара сөздерінде айтады, адам екі мақсатпен өмірге келеді дейді. Бірінші, көрсем, білсем, үйренсем, ұқсам екен деп дейді. Ол адамның жаңағы жан құмарлығы екен. Екіншісі, ұйықтасам, жатсам, ішсем, жесем дейді. Ол адамның тән құмарлығы екен дейді. Сондықтан Абай атамыз қай қашанда тән құмарлығын емес, жан құмарлығын биік көрген адам болса керек. Олай болса тағы да жаңыл-жанға кезек беріп, Абай атасына арнаған өзінің өлеңі бар екен. Ақынға қара сөзден өлең оңай, балыққа таяз судан терең оңай дейді. Сондықтан жас талап, Абай атамыз айтқан ғой, болмасаң да ұқсап бақ деп. Сол атасына ұқсап бағып жүрген осы жалынды дарынды шәкіртіміздің Абай атамызға арнауын тыңдайық. Жақсы, рахмет. Өлең сөздің патшасына арнау. Өлең сөздің патшасы Абайданам, жырыңнан сусындаған талай балаң. Тағылымды мұраңа бас иемін, тамырыңда қазақы қан ойнаған. Әр сөзің жүректерге жетті нұрдай, тер төктің отты қылғай, текті қылғай. Тебірене айтқан ойың биік бүгін, көрінген Шығыстаудың шоқтығындай. Қылыш етіп қаламды қайрадыңда, қайтардың озбырлардың айбарында. Абай деген ол есім жазып кеттің, адалдықтың көтеріп байрағында. Бес нәрседен кеттіңіз асық қылып, бес нәрседен өттіңіз қашық қылып. Адамдықты бәрінен биік қойып тұрасың, шуағыңды шашып күліп. Өзіңізден жалғасып жетті мұрам, санамнан өшірмеуге сертті қылам. Қайрат ақыл жүректі бірге ұстап, теңесті баста бақыт төрт құбылам. Өзің болдың асуға шықсақ бақыт, қуанамыз жырыңды ұқсақтанып. Өлеңің жүрегіме сәуле беріп, болмасам да көремін ұқсап бағып. Бәрекелді. Абайдың өлеңі тек қана жаңыл-жаның емес, барша қазақтың жүрегіне сәуле берсе керек. Қазақта әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер дейді. Жаңағы Абай атамыздың Абай болып қалыптасуына, осы Абайдың қазаққа дара болып қалыптасуына жаңағы әкесі Құнанбай қажының өрелі керемет. Әкеден тәлім алған, әкесі де адалдықты ту еткен, жаңағы Меккеге үй салдырған, барша қазақтың мұң-мұқтажын жырлаған текті атамыз болса керек. Және де Абайдың солай қалыптасуына бұрында ертек айтатын, кимешек киген алтын әжелеріміз көп еді ғой. Сол әжелердің алтынның сынығындай нағыз алтын, сап алтын сөздерді Абай атамыздың санасына бала кезден бесігінде сіңірген Зере, Ұлжан аналарымыз болса керек. Сол Зере, Ұлжан аналарымыздың тәлімін алған Абай атамыз Зере, Ұлтжанды ұлтына жаңағы жан ашыған, елдің мұңын жоқтайтын, елдің жоғын жоқтап мұңын мұңдайтын адам болып қалыптасса керек. Сол Абай атамыздың алтын ізінен жаңылмай, сол Абайдың адалдық бағытымен жүруге барлық қазақты, әрбір қазақ баласы нәсіп етсін. Ал енді бүгінгі ақпараттық сабағымыздың қорытындысын, Абайдара Абайдана деген сабағымыздың қорытындысын Жаңылжанның осы Абай атамыздың өзінің бір тамаша әндері бар ғой, өз жүрегінен шығарған. Сол бір әнін айтып орындап, сонымен аяқтасақ болар еді. Жақсы, рахмет. Абай атамыздың айттым сәлем қалың қасәнім. Айттым сәлем қалам қас, саған құрбым мал мен бас, бір өзіңнен басқа жанға ынтықтығым артылмас. Бір
арылмас. Сенен асқан жан тумас, туса туар айтылмас. Бір өзіңнен басқа жанға ынтықтығым артылмас. Бәрекелді, рахмет. Абай атамыз осы өлеңін өміршең болуының себебі жаңағы тауға жақындаған сайын биіктеп мұнарланып көріне береді ғой. Сол секілді Абай атамыз оқып біліп таныған сайын өзінің биіктігін, мәңгілік тектілігін, өресін жоғалтпай, барша қазақтың жаңағы шырағындай, адалдықтың ақ байрағындай желбіреп тұра берері айдан анық. Абайды ұлықтайтын, ұмытпайтын, қазақта абай дара, абай дана деп ұрандайтын жастарымыз көп болсын. Абайдың әлемі жарық болып, бәріміздің жүрегімізге сәуле төксін. Назарларыңызға мыңда бір рахмет. Азаматтарыңыз аттан түспесін. Аман болыңыздар.